Стив Джобстың бір сөзі бар. Мгм. Нужно быть всегда голодным. Успехами дейді. Так что жетістікке деген аш болу керек та адам. Сол кезде вот жетістікке жетуге болады деп ойлаймын. Келген істі бастасаң да, жалпы кез келген салада бір қызмет атқарсаң да, жұмыс істесең де, бәрібір үлкен болсын, кішілі болсын қиыншылықтар болады. Ең бастысы осы қиыншылықтарды өту жолында үлкен бір сенім керек. Себебі сен осы істі бастадың ба, мысалы, мен осы істі соңына дейін жеткіземін, мен не үшін бастадым деген сияқты бір сұрақ болып, одан кейін үлкен сенім болып, және де осы қиыншылықтарды өту жолында сеніммен қатар төзім мен шыдамды болу керек деп ойлаймын. Төзім мен өзіңізге деген сенім болу керек. Өзіңізге деген сенім болу керек. Жақсы. Жалпы енді оқушылармен жұмыс жасайсыздар. Осы жұмысыңызда оқушылармен болсын, немесе өзіңіздің жеке басыңызда қандай да бір жетістіктерге жеттім деп ойлайсыздар ма? Осы бір жеңісім өзіме мотивация береді деген сияқты. Енді ондай айту әлі ерте деп ойлаймын өзімізге, себебі біз өзіміз кеше ғана келген қарапайым жас мұғалімдеріміз екеуміз де. Енді болашақта бұйырса сол жолда жұмыс істеп жатырмыз. Енді сондай үлкен бір жетістікке, алға қойған мақсаттарымызға жету деген сияқты. Бәлкім болашақта мүмкін бұйырып жатса, сол жетістікке жетіп қалармыз. Ең бірінші оқушылар жайдарманға маусымашарға шығару. Енді ол да бір жетістік емес пе? әр не сайын былай ғой, мысалы өзіңе мысалы бір потолок мақсат қоясың, мысалы, ол соған жеттің ба, одан шыққан сайын бір келесі бір тағы биік мақсат пайда болады деген сияқты ғой. Сөйтіп кете береді әрмен қарай. Ол соның арқасында мүмкін біз өзіміз дамимыз, өзіміз көтерілеміз деген сияқты. Барған сайын жетістіктерінде деңгейі өсе береді. Осы жайдарман дегенде ғой, енді мен де жайдарманға қатысы бар адаммын ғой жалпы. Заманбектің қасында жүрмін. Менде жайдарман деген мен үшін мынандай зат. Мектеп кезінде ойнадым бастап. Ұмытпасам 7-8 класстар ойнадым. Бірақ мен сол кезде бір айтады ғой, қазір айтып жатады ғой, гештальт деген зат. Сол жайдарманға қатысты гештальтта мен қолыма кубок ұстап көрмеппін. Осы уақытта чемпион болып көрмеппін деген сөз ғой. Енді мұғалім болғанда да балаларды көрдім, жаңағыдай қабілеттерін байқайсың ғой енді. Психолог боласың, сөйлесесің балалармен. Сол кезде де балалардың бойынан көріп тұрам ба, бір қасиет, мысалға кейбір жерлерде харизмасымен көрініп қалатын балалар болады. Соларды көрем ба, мен көрем. Блин, мен бұрын алмаған кубокты мүмкін осылар алады. Алса екен деген ой туды да. Содан кейін Құдайға шүкір, шығармашылыққа да қатысымыз бар. Сценарий жазу онша қиындық тудырмайды. Сондықтан жайдарманға сценарий жазып бересіз. Сценарий жазып беремін. Оқушыларды дайындаймын. Сосын осылай алып шығып, оқушыларым өнер көрсетті. Алдыңғы жылы бір команда шығарсам, былтыр 2 команда шығардым. Биылда негізі команда дайындағансыз. Команда бар, дайындалып жатыр, бірақ форматы өзгешелеу команда. Оны алдағы уақытта көре жатарсыздар аудандық жайдарман ойындарынан. Жалпы жайдарманға жаңалық алып келетін команда деп айтуға болады толық. Сол жолда жұмыс жасап жатырмыз. Жайдарман ойындары негізінен біздің ауданда қызығушылық тудыратын бір актуалды заттардың бірі. Жайдарман ойындары деген жайлап бәсеңдесіп жатты. Оны барлығымыз білеміз. Заманбек келді, ұйымдастырды, қатыстық, көрдік. Зал аншлаг. Халық полностью сағынған сахнаны, жаңа жайдарманшыларды. Біз енді осы мәдениетті тоқтатпауымыз керек, сол жолда жұмыс жасауымыз керек. Жақсы, рахмет. Бүгінгі тақырыбымызға байланысты айналып сұрақ қоя береміз енді. Өзіңізге қатты әсер еткен адам немесе кітап дейді. Қазір кітап оқисыздар ма? Жастар енді кітап оқу керек жалпы. Қатты әсер еткен кітаптарыңыз болса, немесе бір адамның сөзі, ойы өзгертуге. Негізі әр кезеңде әртүрлі, мысалы адам әр кезде әртүрлі құбылмалы ғой негізі, мінезі де барлығы да. Неше түрлі мысалы нелерді ойлап жүресің ойларды. Мысалы мен өзім соңғы оқыған кітабым Өзбекәлі Жәнібековтың өмірбаян туралы кітапты оқыдым да. Отбасы хрестоматиясының жазған кітабы. Қателеспесем Санжар Керімбаев ағамыздың жазған кітабы.
мысалы соңғы рет сол кітапты оқыған кезде мен өзбекәлі ағамыздың енді үлкен атамыз ғой енді сол елі үшін жасаған, жалпы осы мәдениет үшін жасаған, қазақтың өліп бара жатқан мәдениетін сонша тірілткен. қызыл империяның андай цивилизациясының арасынан андай ешқандай қанша қиындыққа қарсы тұрса да қазақтың мәдениетін ол кісі белгілі бір деңгейге дейін көтеріп берген кісі. Мысалы сол кісінің сондай өмір жолынан қарап отырып мен мысалы шыны керек мотивация алдым. Оқыған кітабында әрбір кездескен сөйлескен адамнан бір өзіңе керектіні алуға тырысасың. Сол айтайын Сол кітаптан өзіңізге сол кітаптан мысалы соңғы рет керегіңізді оқыған алдыңыз. сол кітаптан өзім үлкен бір керемет мотивация алған. Рахмет. Соңғы оқыған кітабымның атын білем, бірақ автор есімде жоқ. Орысша кітап «Научи меня жить» деген кітап. Бірақ оның алдында бір кітап оқып полностью бітірдім. Мына кітапты енді бастадым. Оның алдында оқып бітірген кітабым «Атомные привычки», Джеймс Клир авторы. Өте керемет кітап. Маған ұнаған, маған әсер еткен кітап десем де болады. Негізінен адам өзгеру үшін көп зат қажет жоқ. Көп бір алып баратқан себеп немесе адамда қалауымен, жаңағыдай ынта дейді ғой, ынтамен ерік жігері мықты болса, ол кез келген жерден алып шығады. Негізінен бірдеңе жасап, мысалға тастап кеткіңіз келіп тұрса, или сізде желание болмаса, простой примерлерді алуға болады. Мысалға Coca-Cola ең бірінші жылы тек қана 25 бутылка кола сатқан. Бірінші жылы 25 бутылка. Қазір білеміз, иә, барлығымыз. Мен негізінен мақтанғаным емес, негізінен эмоционал интеллект. Мақтанғаным емес деп мақтанамын. Иә, мақтанайын, иә. Эмоционал интеллект адаммын, оны жасырмаймын. Көп жерде байқалып қалып жатады. Өзімді негізінен Стив Джобсқа ұқсатамын. Дұрыс. Толық аты жөні Уолтер Айзексон. Ол кісінің бір фильмі бар, «Империя соблазна», Стив Джобс деген. Ол танымдық документальный фильм, қарап шығуға кеңес беремін. Өте керемет фильм. Компаниясын білесіздер, Apple'ды қандай тығырықтан алып шықты, оны қайтадан директорлықтан алып тастады, сондай жағдайларда қалай ұстады өзін. Ол кісінің өмір сүру дағдысы барлығы келеді маған. Копирую, не копирую, но бірақ сол кісіге ұқсайды. Болмасаң да ұқсап бақ дейді ғой. Сондай жалпы негізінен адамда жаңағыдай қалай айтса болады, осы жаңағыдай мен айтқан кітап, мен айтқан фильмді қарағаннан кейін ойларым, мысалға үздіксіз бір нәрсені жасай берсең, ол нәтиже болады. Даже Брюс Лидің өзі айтады ғой, мен әр түрлі приемды үйренгеннен қорықпаймын, мен бір приемды 1000 рет жасаған адамнан қорқамын дейді. Вот осындай заттар көрсетеді, что бір аз-аздан, бірақ үздіксіз алға қимылдау керек. Енді негізі жігітке жету өнерде аз дейді ғой негізі. Көп ешкім біле бермейтін, қараңызда. Көбісі біле бермейтін. Не айтуға болады? Әдет дейміз бе әлде? Қайсысын айтайын? Мен де қырғып қыдыш. Енді жалпы өзіміз шығармашылықта енді кішкене болса да жүріп қой енді. Қызығушылықпен. Иә, қызығушылықпен жүргеннен кейін жалпы ән айтуда, билеуде, жалпы мына кішкене сәл актерство қосып, поэзия оқуда, монолог оқуда барлығы да қолдан келеді. Енді былай енді тамақ пісіру дейді айта салайын. Жалпы тамақ пісіру көп адам қазір көп адамға кішкене қиындық келтіреді, өзім тамақ пісіре аламын деген сияқты. Сол қырыңыз. Тамақ пісіре аласыз. Досымда қыр көп. Біреу мүмкін атқа отырып мықты отыруы мүмкін, тақым мықты, біреу садақты аттатуы мүмкін деген сияқты. Негізінен андай ойланып жүрем, сосын шығармашылықпен айналысамын деп айтып қалдым ғой жаңа сөздің арасында. Негізінен жазып жатқан шығармам бар менің. Айтпай-ақ қойын жанрын, бірақ негізі басында бизнес бастаулар деген сияқты кітап болып шығу керек еді ол. Бірақ оны мен өмір жолдары әртүрлі ғой енді, сол өзгеріп, қазір атауы басқаша. Сол
шығармамен жұмыс жасап жатырмын әлі күнге дейін. Иә, бестселлер деп айтуға болады. Жақсы. Бұйырса шығару ойда бар оны да. Өте керемет, күшті. Оны да мысалы көп ешкім біле бермейді, жаңа біліп жатырмыз, иә. Мен де айтпақшы, бір өнер бар екен. Мен де есіме түсіп жатыр. Мен аздап кішкене композиторлығым бар. Ән шығарамын. Ән шығарасыз. Ән шығарамын. Бәрекелді. Республика сарайы. Не, бәрімізде енді көбісі білуі де мүмкін, білмеуі де мүмкін енді ауданның басында. Мен өзім де мысалы шығармашылыққа өте жақын адам. Өлең оқығанды жақсы көремін, және өзім өлең шығарамын. Енді осы білесіздер ме, мына Ақтөбені айналасында жүрген әншілерге Ақтаудан Мәлікжан деген әнші бар, соған бір сөз жазғанбыз әніне. Сосын тағы Төртқара деген бір жігіт бар, Әлиғазы Төртқара деген, мына қазір той саласында, соған да бір әніне сөз жазғанбыз. Жалпы өлеңге сөз жазамыз, жалпы өлең жазатынымыз бар енді. Бәріміз бір терінің пұшпағы. Иә, жалпы енді шығармашылық не деген жақсы ғой. Оны дамыту керек. Композиторлықты енді кез келген адамға беріле бермейді ғой. Өлең деген, ән шығару деген өте шығармашылық қой. Может, коллаб болады олай да. сөзін жазып деген сияқты. Егер бір сөйлеммен өмірлік ұстанымыңызды айтсаңыз, бір сөйлеммен өмірлік адамның өзінің принципі, жаңа айтып кеттік қой, сол сияқты жақсы жаққа жүру үшін, жақсылармен дос болу үшін, биік шыңдардан көріну үшін енді өздеріңіздің принциптеріңіз. Бір сөзбен. Арманыңа дейді, қандай жылдамдықпен келе жатырғаның маңызды емес. Бастысы тоқтап болмауы. Осы мен ұстаным, өмірлік ұстаным. Бәрекелді, керемет. Ешқашан да сынбау, тек қана алға. Я сіздерге де көп рахмет, енді осындай кереметте жоба бастап, одан басында дами берсін деген тілегім бар. Үлкен осындай проектке айналсын, үлкен жобаға айналсын. Енді алғашқы тұсаукесеріне біз шақырғандарыңызға көп рахмет. Енді өзім кішкене қысылып отырмын. Мүмкін алдағы уақытта кеңейіп үлкейген кезде бір көсіліп отырып бір мәселе шешетіндей, сондай осы ауданға үлкен пайдасы тиетіндей подкаст болсын деген тілектемін. Сізге көп рахмет. Рахмет. Жақсы, Нұрсұлтан аға, бүгінгі жастар ресурсы орталығына осындай подкаст жобамыз бар еді деп шақырып жатқандарыңызға көп рахмет. Алғаш қонағы болу енді. Біріншіден подкаст дегенді барлығымыз көріп жүрік қой, ютубтан, тиктоктан көріп қаламыз отрывоктарын. Сондай жерде ойлайтын едім мен. Осы адамдар осылай отырады, не айтады екен деп. Жаңағыдай қалай шығарады екен оны деп. Өзіміз енді көріп жатырық. Көп рахмет. Мына жерге келіп, жаңағыдай өзің не ойлайтынды айту шынымен де бір болады ғой. Қиын екен, реально. Оны мойындаймыз енді. Ана жерде енді алдағы уақытта досым айтып жатыр ғой. Жаңа күрделі жобалар, немесе жаңағыдай бір сүбелі әңгіме жүргізетін подкаст болуына тілектеспін. Жаңағыдай өзім де жақынмын негізі бұл подкаст жобасына. Мүмкін алдағы уақыттарда бірлесіп жұмыс жасармыз, сіз білесіз оны. Әрине, жасаймыз бірлесіп. Қонақтарды шақырып, сіздердің ойларыңызда жүрген, жастардың ойында жүрген, осы жерге подкастқа кім келсін деп, мысалы, әркімнің әртүрлі ойы бар ғой. Мысалы, ойында қаншама мықты жігіттер бар, қыздар бар, жұмыс жасап жатқан. Солардың да бір ойын білуіміз керек біздер. Жайдарманнан бұйыртса жүлделі орын алып келіңіздер. Сізге жұмысыңызға табыс тілейміз. Рахмет. Құрметті көрермен, құрметті аудан жастары, біздің ойымыз, бүгінгі жобаны құрастырғандағы ойымыз мәселе ел жұртқа ақыл айту емес, жай ғана жастардың ой пікірін білу, жақсы жақтармен бөлісу, жаңалықтармен бөлісу. Баршаңызға рахмет.